Достар сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп шығамыз. Сіздермен бүгін сүзбелі чизкейк дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май, жүгері крахмалы, қамыр қопсытқыш, ванильді шекер, сүт, сүзбе және де қаймақ, кішкене тұз қажет. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ майымыздың үстіне 70 грамм шекерімізді қосамыз. Кішкене тұз сеуіп, жақсылап миксерлейміз. Бізде осындай масса шығады. Осының үстіне жұмыртқаның сарысын бір-бірден салып, тағы да жақсылап миксерлеп шығамыз. Миксерлейміз. Енді жұмыртқаның екінші сарысын саламыз. Тағы да жақсылап түріп миксерлеп шығамыз. Енді қараңыздар, оның үстінен біз 40 грамм ұнды бөлек алып аламыз. Бұл 40 грамм ұн біздің сүзбелі салмамызға. Енді 140 грамм ұнның үстіне 70 грамм кукуруз крахмалын және 2 грамм қамыр қопсытқышты саламыз. 2 граммнан көп болып кетпесін. Міне 2 грамм. Массамыздың үстіне осы елеуіштен жақсылап өткіземіз. Енді жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болды. Міне қараңыздар, қамырымыз дайын, өте жұмсақ болды және майлы болды. Енді 26 диаметрлік осындай домалақ формамызға қамырымызды осылай біркелкі етіп, дөңгелек етіп жайып шығамыз. Шеттерін осындай видеодағыдай етіп қайталап шығыңыздар. Енді сүзбелі начинкасын жасаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқаны алып, бөлме температурасындағы осылай ағы мен сарысын бөліп аламыз. Жұмыртқаның сарысының үстіне қалған ингредиенттерді қосамыз. Осылай блендердің көмегімен жұмсақ масса болғанша осылай араластырамыз. Не қараңыздар, өте жаңағы қоймалжың масса шықты бізде. Оның үстіне жаңағы бөлек миксерлеп алған жұмыртқаның ағын қосып, осылай астына үстіне осындай қимыл бойынша жақсылап араластырып шығамыз. Бізде осында қоймалжың масса шықты, сүзбелі масса. Осы сүзбелі массамызды алып, жаңағы қамырымыздың үстіне құйып, осылай күрекшенің көмегімен бірдей етіп жайып шығамыз. Міне енді біз чизкейк пирогымызды қызып тұрған 180 градус пеште 30 минут пісіріп аламыз. Осылай бізде пісіп шықты. Міне енді кез келген малинамен, болмаса құлпынаймен, кез келген жеміспен осылай әсемдесеңіз болады. Біздің пирогымыз пісіп шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды айтамын. Сіздермен болған Ақбота Садыкова.